Сәлем достар, творожный пирог дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырып жүреміз. Енді бөлек ыдыста ұнға қопсытқышты қосып, араластырып дайындап аламыз. Және сұйық массамызға құйып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасаймыз. Қамырымыз дайын болды. Енді салмасы дайын болғанша салафанға салып қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе, қант, қаймақ, жұмыртқа, ванилин барлық ингредиенттерді қосып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Салмасы дайын болды. Енді қамырымызды формаға жайғастырамыз. Менде форма диаметрі 23 см. Астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын майлап дайындап алдым. Қамырын осылай жайғастырып, вилкамен жақсылап тесіп шығамыз. Салмасын құямыз және қызып тұрған пешке 30-35 минутта пісіріп аламыз. Салмасын жақсылап жайғастырамыз, жан-жағына жеткіземіз. Осылай вилканың көмегімен әдемілеп қамырын басып шығамыз. Осылай менде 35 минутта пісті. Егер қамыры пісіп, ортасы салмасы піспей тұрса, онда ештеңе етпейді. Суығаннан кейін ол қатаяды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.